Ассалаумағалейкум, құрметті жасанды интеллект және интернетпен ақша табу құпиялары курсының қатысушысы, құрметті білім алушылар, сіздермен жас ағартушы мен Ернар Маратбек Оспабек, құрметті білім алушылар, достар. Бүгін біз өзіміздің курсымыздың негізгі бөлімінің 15-ші сабағына келіп отырмыз. Өткен сабақтарда біз сіздермен бірге мультфильмдерді қалай жасау керек, деректі фильм қалай жасау керек, жасанды интеллекттің шығармашылық құралдары арқылы ChatGPT, Leonardo AI, Lexika, Leopix секілді әртүрлі бағдарламалардың көмегімен диктор болсын, сценарий болсын, 3D дизайнер болсын, графикалық дизайнер, бір сөзбен айтқанда жазушы, барлығының да орын алмастыратын керемет бағдарламаларды көрсеттік. Солардың өзімен-ақ сіздер достар TikTok, YouTube, Instagram, Одноклассники бар ма, қандай әлеуметтік желі болса, сол ВКонтакте болсын, Facebook болсын, барлығына контент жасап қаржы таба аласыздар. Ол үшін сіздерге студияның қымбат, былайша айтқанда түсіретін фото камералардың, видео камералардың, монтажерлардың, сценаристердің, дикторлардың толып жатқан бұрынғы қызметкерлердің ешқандай қажеті жоқ. Сіздер ең бастысы роботты өздеріңізге жұмыс жасауды үйреніп жатсыздар. Және соның бәрін қолдана отырып, сіздер қазірдің өзінде үлкен ақша таба аласыздар. Өткенде мен мысалы мультфильм жасап көрсеттім, сондай мультфильмді кез келген киностудия, кез келген телеканалдарға апарып мыңдаған долларға сатып жіберуге болады, достар. Сол секілді өздеріңіз YouTube арналарыңызға жүргізіп, өздеріңіздің каналдарыңызды жүргізсеңіздер болады. Немесе басқа да компанияларға сатып гонорар алып отырсаңыздар болады әр көрілімнен. Енді түрлі жолдар бар, достар. Мен сіздерге соның барлығын көрсетіп жатырмын, үйретіп жатырмын. Енді бүгін былайша айтқанда патологы деп айтсақ болады, ең бір патологын істейтін боламыз. Жасанды интеллект, шығармашылық құралдар жүйесі қандай деңгейге шыққанын сіздерге бүгін тағы бір керемет дәлел көрсетемін. Ол енді фото, видео, немесе тағы басқа контенттер ғана емес, солардың бәрін біріктіретін, IT мамандары қажет дейтін сайт жасау. Міне осыны жасанды интеллекттің бүгінгі мүмкіншіліктермен оп-оңай осылайынан жасауға әбден болады. Ендеше соны сіздерге мен қазір көрсетейін. Ол үшін, достар, мына жерге бірінші қазір іздейміз. Мен сіздер үшін оны іздендім, таптым. Сіздер енді соны өмірлеріңізде қолданып, сонымен табыс тапсаңыздар, Алла бұйыртса, өте қуанышты боламын. Енді бұл жалпы сайт деген нәрсенің не қажеті бар, оны сіздерге қазір түсіндіріп айтатын боламын. Міне, Meet Hocus деп іздейміз. Hocus AI Artificial Intelligence Website Builder. Create your website in 5 minutes. Көріп тұрсыздар ғой, міне. Веб-сайтты жасайтын жасанды интеллект сіздің веб-сайтыңызды 5 минутта жасап береді дейді. Осыған кіреміз және мынаны орыс тіліне ауыстырып аламыз. Ағылшын тілін түсінбейтін болсақ, мен де ағылшын тілін керемет түсіне қоймаймын қазір. Сол себепті орыс тіліне ауыстырамын. Міне, получить свой сайт. деген Artificial Intelligence, яғни жасанды интеллект, искусственный интеллект орысша. Каждый инструмент AI, нуждающийся вашему веб-сайту. Мына қараңыздар, осы жасанды интеллекттің керемет өнімі арқылы сіздер, достар, керемет сайттарды жасай аласыздар. Мына жерде, конце концов, нет тупых вопросов дейді. Что такое конструктор сайтов с искусственным интеллектом? Мына жерде қалай, не үшін екені сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп қойған. Барлығы бар бұл жерде. Легко ли использовать Hocus? NAI builder like Hocus uses artificial intelligence to create custom business sites from scratch in seconds. Бірнеше секундтың ішінде AI осы Hocus сіздерге тамаша бизнес сайттарды жасауға көмектеседі дейді. Легко ли использовать Hocus? Yes, әрине. No need for time. Coding skills or design flyer. Егер сізде уақыт аз болса, ақша жоқ болса, код жазу
қабілеттеріңіз болмаса, онда немесе дизайн жөнінде қабілетіңіз болмаса, онда бұл сіздерге тамаша таптырмас құрал дейді. Just answer 8 quick questions about your business and Hocus AI does the work. Сіздердің бизнестеріңізге және жұмыстарыңыз барысында бұның көмегі өте көп тиеді. Чем сайт AI отличается от обычного? The Hocus AI website builder is for anyone looking to quickly and easily create a website for their business. Бұл сіздерге дайын жасап береді дейді. Өте жылдам, тиімді түрде жасайды. Яғни бұрынғы конструкторлар бар еді ғой, мәселен Tilda, wix.com, сол секілді тағы басқа да әртүрлі сайт жасайтын құралдар болған. Мысалы Hyperlink сияқты, олардың барлығынан бұл әлдеқайда тиімді, өйткені бұл өзі жасайды. Сіздер тек қана бірнеше жеріне ғана тапсырма бересіздер. Каковы тарифные планы для конструктора веб-сайтов Hocus AI? Hocus doesn't have any confusing pricing plans. Creating your website is free and access to all your features is just $15 a month. Бұл жалпы негізінен тегін, бірақ егер жетілдірем десеңіздер, онда ол қаржы тұрады деп жатыр. Міне, страстное расширение возможностей через инклюзивность. Мы считаем, что каждый, будь то малый бизнес или частное лицо, заслуживает шанса быть услышанным и оцененным. Hocus был создан для владельцев малого бизнеса на основе инклюзивности, яғни бәрі қолжетімді болу үшін дейді, и доступности, поскольку мы как стартап делаем все возможное, чтобы включить это в повседневную деятельность. Яғни бүкіл шағын және орта бизнестерге бұл өте қатты көмектесетін қосымша дейді. Біздің миссиямыз инклюзивтілік, яғни бәрінің қолжетімді болуы технологияларға, барлық адамдардың. Сол миссияда жұмыс жасаймыз дейді. Речь идет больше, чем о конструкторе веб-сайта с большим удобством использования. Речь идет о понимании повседневных потребностей малого бизнеса и частных лиц, реальности проблем и того, как они могут преодолеть эти трудности. Будь то нехватка времени, бюджета или знаний, мы продолжаем разрабатывать комплексные решения, а не просто инструменты. Міне, 125.879 бизнесмен қолданады екен бұны. Тамаша. Инклюзивность – это грандиозные модные слова, которые мы не часто любим использовать, однако в своем основном определении она гораздо более простой и добрый, гораздо менее политизированный, чем в случайных онлайн-дискуссиях по этой теме, и именно здесь нам это удобно большинству. Міне, әр түрлі әлеуметтік топтағы адамдар жасай алады деп тұр. Бір сөзбен айтқанда керемет дүние бұл. Енді бұған қалай тіркелесіздер? Авторизоваться дегенді басамыз, құрметті достар. Сол жерде сіздерге Google аккаунтпен кіруге мүмкіндік береді. Міне, login with Google дегенді бассақ болды. Міне, менде өзім аккаунттарым шықты, мен өзімдікін таңдаймын, сіздер өздеріңізді таңдайсыздар. Егер YouTube көріп жүрген болсаңыздар, сіздерде аккаунт міндетті түрде бар, осы жерге шығады, сонымен соны таңдап кіріп кетесіздер. Енді қараңыздар достар. Кәдімгі сайтты, міне осы мысалы Hocus сайтының өзі бұл сайт. Сіздер осы сайттан жасап отырсыздар. Енді соны осы жасанды интеллект өте оңай сіздерге жасап көмектесетін болады. Міне қараңыздар, мына жерде тілді ауыстыруға болады. Тілді ауыстыруға әбден болады. Міне қалаған тілдеріңіз таңдайсыздар. Міне қараңыздар. Міне ағылшын тілі бар, украин тілі бар. Шамасы қазір Ресейдің Украинаға басып кіруіне байланысты Ресей орыс тілі жоқ екен. Ендеше бізді өзімізге түсініктірек болу үшін мәселен украин тілін таңдай салайық. Өйткені украин тілі орыс тіліне сәлде болсын ұқсас. Мына қараңыздар, мына жерде сіздер бірінші напишите веб-сайт, выбирайте услуги, немесе не жөнінде екенін жазыңыздар дейді. Міне, қазір сіздерге көрсетемін мен. Менде мәселен онлайн лекция, экзаменге тест, онлайн задание, видеоконференция, онлайн программа, сертификат, онлайн ресурсы для новчения дейді, форум для обговорения. Менде онлайн лекция. Мен өзімнің неме жасайын, наны украин тіліне қарағанда ағылшын тілін қоя салған әлде қайда тиімдірек секілді.
мына онлайн білім беру ресурстары. Сосын continue'ді басам. You make it look so easy. Енді ары қарай мына не сатасыздар? Қандай қызмет көрсетсе соны жазып тұр. Мына sell products, write a blog, мына блог жазу, продукты сату, өнім сату, get bookings, яғни букингті қолдану, бронь жасау немесе тағы басқа. Сол секілді маған бұл жерде өнім сату керек. Маған блог жазып қажет жоқ, курстар сатам ғой мен өткені. Don't stop now. Tell us where your business is physically based or the area you service, such as a region, city, zip code. Business address, service area, online business only. Міне сіздерге қызметтің орнын таңда деп тұр. Яғни бизнестің адресін жазу керек пе? Онлайн бизнес әлде тек қана онлайн ба? Офлайн яғни мекен жай жоқ па деп тұр. Сонымен қатар сервис, қызмет көрсету аймағын таңдаңыз деп тұр. Мен бұл жерде мынаны таңдаймын. Егер мына бизнес адрес таңдайтын болсақ, мына жерге міне жазу керек болады. Мәселен, менде Шымкент Сити деймін. Шымкент Сити. Мына Шымкент Қазақстан деп тапты Google арқылы. Болды. Осыны белгілеп жіберем ары қарай. Amazing, keep it up. Мына жерде you can choose the name of your existing business, brand, blog, or create a new name for your website. Яғни атын сұрап тұр. Бізде oylankz.com. Ары қарай кеттік. You're almost finished. Select to highlight 3 unique aspects. Your business will generate more customized content based on your selection. Loyalty programs, effort prices, exceptional customer services, friendly services. Міне осы екеуі маған жетеді. Яғни клиентке қызмет көрсету және бағдарламалар. Осы екеуін таңдаймын. One more and you're done. How would you like your website visitors to contact you? Website contact form деген бұл веб-сайттың өзі байланыс құралы ретінде, немесе email, пошта, немесе телефон. Біз email, поштаны жазайық бұл жерге. Менде ол бұрынғы ауыл education'ның кезіндегі поштам. agroaul.com Gmail. Қазір тоқтаңыздар, мен қателесіп кетпес үшін өзімнің емді көре салайын бұл жерде. agroaul.gmail.com agroaul.gmail.com Кеттік ары қарай. Және ең соңғы, міне бізге үш түрлі вариант ұсынды. Бұл өте тамаша. Көрдіңіздер ғой. Не бәрі айналдырған 5 минуттың ішінде бізге үш түрлі вариант ұсынды. Енді осы үшін таңдаймын. Мынау дұрыс па? Әлде мынау дұрыс па? Мынау дұрыс па? Менің өзіме көңілімнен шығып тұрғаны қазір. Мына жерде мына қыздың оқып жатқаны, мына жерде ноутбукпен оқып жатқаны, мына осы біріншіні таңдаймын. Осы дұрыстау секілді. Және continue деймін. Міне, қараңыздар достар, өте тамаша, айналдырған 5 минуттың ішінде бізге сайтты жасап берді. Өте керемет, міне. Top level courses, топ курстар бізде.
Our courses, біздің курстар, онлайн лекция, видео сабақтар, және дискуссиялық формулар, learn to manage product in office, our team, міне біздің команда, have a question, адрес, email, лого. Енді қараңыздар, сіздер мынаның барлығы сіздерге ұнамайтын болса, міне мынаның үстін басасыздар да. Қазір сіздерге көрсетем. Міне, мына жерден түстерді ауыстыруға болады. Көріп тұрсыздар ғой. Мынау ұнамаса, мынаны қоюға болады. Мынау мысалы анығырақ екен. Міне, құрметті достар, ары қарай жалғастырайық. Міне, осылайнан енді сіздер сайтты кез келген адам қарапайым түрде редакторлай алады бұл жерде. Көріп тұрғандарыңыздай, міне, кез келген сөзді өзгертуге болады. Міне, explore endless learning with oilankz.com. Міне, кез келгенін өзгертуге болады. Міне, contact us, learn more, get started. Мәселен, міне, мынаны explore endless learning емес, мәселен, study деп өзгертсек болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға сай бұны енді өзгерте бересіздер. Endless study, мәселен, our courses. Бұны мысалы our best courses десеңіздер болады. Біздің үздік курстарымыз. Online lectures, online courses. Көріп тұрсыздар, кәдімгі Wordпен жұмыс істегендей. Міне, video tutorials, video products. Осылай сөздерді өзгерте берсеңіздер болады. Егер ағылшын тілін білмесеңіздер, онда англо-русский переводчикқа саласыздар, ешқандай мәселе жоқ. Міне, фотоны да өзгертуге болады. Енді қараңыздар достар, сіздер мәселен өздеріңіз жасайтын болғаннан кейін мынаны сіздерге не істеу керек? Сіздерге фотоларды өзгерту керек. Мәселен, мына фото маған ұнап тұрған жоқ. Мен бұны не істеймін? Мен бұл фотоны өзгертем. Бұл жерге мәселен қараңыздар енді қазір жалпы Midjourney деген тағы бір жасанды интеллектпен фото жасайтын бағдарлама бар. Бұған да міне Sign in дегенді бассаңыздар, және Google арқылы қосыла аласыздар. Google-да аккаунттарыңыз болса, осының барлығын емін еркін жасауға болады. Бірақ бұл Midjourney деген негізі ақылы. Бұны егер сатып алғыларыңыз келмесе, бұл ақылыны сіздерге алдыңғы видео сабақтардың біреуінде көрсеткендей Leonardo AI бар. Бұны білесіздер. Осымен жасасаңыздар болады. Бұны алдыңғы сабақтарда үйреттім. Немесе бүгін бұнымен емес, мүлде жаңа бір қосымшаны көрсетейін деп отырмын сіздерге. Ресейліктер жасаған Шедеврум деген мынадай тамаша бір Яндекс компаниясын жасаған жасанды интеллект несі бар. Бұл әлеуметтік желі сияқты. Міне, мынаны бассаңыздар, профиль, міне менің профилім. Бұл жерде шамасы компьютермен жасауға болмайтын секілді ме? Солай секілді. Міне бұл жерде неше түрлі фотоларды жасап жатыр. Ендеше біз Leonardo AI-ды қолдана берейік бұл жерге. Міне Leonardo AI. Мына сайтта мен мына кісінің Our Team дегенге мына жеріне өзгерткім келеді. Және Leonardo жасанды интеллектісіне кіремінде. Осы жерден қазір бір фото генерация жасаймыз.
мына жерде міне өте үлкен кісілер, осыларды жастау мұғалімдерге алмастыру керек. Image generation, сурет генерациялауға өтеміз. Өздеріңіз білетіндей англо-русский переводчикқа барамыз да. Сосын жазамыз. Молодая учительница обучает, проводят тренинг дейміз. Сосын оны Leonardo AI-ға саламыз. Генерация жасаймыз. Сосын соның ішінен жақсы бір фотоны таңдаймыз да, қазір мынаны ауыстырамыз. Қазір бізде дайын болған шығар фото. Міне. Мына фото дұрыстау секілді. Осын жүктеп аламыз. Енді мынаны girl teacher деп өзгерте саламыз. Сонда әйел кісі шығады бізде. Генерация жасаймыз. Сіздер байқаған болсаңыздар, достар, мына жерде міне 134 дейін жасауға болады, және бұл үнемі жаңарып отырады. Байқадыңыздар ма? Яғни бір күнде шамамен 15 картинада жасауға мүмкіндік береді. Міне қараңыздар. Өте жақсы фотолар шықты. Міне үйретіп жатқан. Маған мына фото жақсырақ көрініп тұр. Немесе бұл алыстау секілді. Мына фотоны алайық. Болды, осы екеуін ғана өзгертейік. Мына ортадағы нақсы тұра берсін. Енді мен edit image'ді басамыз. My image'ді басамыз. Мынаны жауып тастай салған дұрыс негізі. Upload from computer. Бұның бәрі енді өте қарапайым, құрметті достар. Оның бәрін қатты сіздерге үйрете беріп қажеті жоқ. Открыть дейміз. Бұған бір анау айтқан ағылшын тілінде қажеті жоқ. Міне көрдіңіздер ғой. Енді бұны бұлай редакторласақ та болады. Кез келгенін өзгерте аласыздар. Менде кішкене қазір загрузка болып қалып жатыр, интернет әлсіздеу секілді.
міне осы фотоны аламыз. Сосын сейфті басамыз. Міне көрдіңіздер ғой. Фото ауысты. Енді мынаны өзгертіп тастаймыз тура солай. Ешқандай қиындығы жоқ міне. Осылай My Image басамыз. Мына жақтан екінші фотоны жүктейміз. Мынаны өшіреміз бұл жерден. Мына кісіні аламыз. Міне. Leonardo AI мен жасаған фотомызды алдық. Save деп сақтаймыз. Көрдіңіздер ғой, осылай өзгертесіздер. Мына жерде, мына жазуларды да өзгертіп тастауға болады. Міне. Барлығын осылай редакторлап шықсаңыздар болады. Міне. Адрес Шымкент. Мына жерде менің нөмірім қате мәселен. Мен бұны алып редакторлауым керек. Міне. Мәселен 7 плюс 7 747 123 18 68 Шымкент. Мына жерді Хокос емес, өзімдікін жазам. Агро ауыл gmail.com болды. Осылай өзгертесіздер. Көрдіңіздер ғой? Ешқандай да қиындығы жоқ. Лого барлығын өзгертуге болады. Енді не істейсіздер? Бұны қалай сақтап аласыздар? Ол үшін мына View Website дегенді бассаңыздар, толықтай шолу жасауға болады сайтқа. Міне Explore Endless Study with Oilan KZ. Орысшасын қойып көрейік. Изучите бесконечные исследования с Oilan KZ. Міне қараңыздар. Наши курсы, видеопродукты, онлайн-курсы, дискуссионные форумы. Научитесь управлять проектами в офис 365 күн. Наша команда. Міне AI-дан, жаңа Leonardo-дан жасағандарымыз алып келдік. Міне Шымкент, Қазақстан. Барлығы біздің қалағанымыздай шығып тұр. Көрдіңіздер ғой достар. Енді біз бітеміз. Мына Leonardo-ны аламыз. Сосын бұл жерге міне Save Web to Zip деген бар. Скопировать сайт бесплатно онлайн по ссылке деген. Осыған мына сайттың мына жерде сілтемені көшіріп аламыз. Сосын барып, әкеліп мына жерде қоямыз. Сохранить структуру сайта, переименовать все файлы дегенді басамыз. Сосын скачать дейтін болсақ, zip файлмен сақтап аламыз. Сосын кейіннен кейін оны кез келген былайша айтқанда бағдарламаның көмегімен запускать етуге болады. Көрдіңіздер ғой достар, дайын файлдарды істеп аламыз. Сосын жаңағы домен хостингке оларды саламыз. Содан кейін интернетке шығара берсек әбден болады. Міне осылай дайын веб-сайтты небәрі 5-10 минуттың ішінде істедік. Leonardo жасанды интеллект фотоны қолдандық. Сонымен қатар жақсы сөздерді жазу үшін ChatGPT-ді қолдансаңыздар болады. Және ең бастысы осымен керемет сайттарды жасасаңыздар әбден болады. Міне қараңыздаршы, өте әдемі, кәдімгі бір беттік тамаша сайтты жасап шықтық. Міне, Шымкент қаласының картасы. Міне, өте керемет. Осылай жұмыс істесеңіздер болады. Енді бұның арқасында сіздер жылдам арада шағын бизнестерге қызмет көрсете аласыздар. Сонымен
бүгін білімдердің патологы болды деген ойдамын. Жасанды интеллект сайтты да жасап жатыр. Сол себепті ешқандай да қиындығы жоқ. Міне ОНАС. Откройте для себя мир знаний на сайте oilankz.com. Базируясь в Шымкенте, Казахстан, мы предлагаем первоклассные онлайн-курсы с программой лояльности и исключительного обслуживания клиентов. Міне өте тамаша. Наша команда: Оливия Дон, Дэвид Смит. Бұлардың бәрін өзгертіп тастауға болады. Связаться с нами. Міне біздің нелеріміз шықты. Курс, магазин. Міне достар, осылай сіздер жасай аласыздар. Сонымен біздің сабағымыз ұнаған болса, алған білімдеріңізді өмірлеріңізде қолдануға тілектеспіз, құрметті білім алушылар. Алдағы уақытта да біз әлі жаңа білімдерді саламыз. Курсымыз аяқталмайды. Бізбен бірге болыңыздар. Алла бұйыртса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.